تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Мұсылман күнтізбесінде 4 ай аса қасиетті саналады. Солардың бірі Зулхиджа айы. Бүгін Зулхиджа айының артықшылығы туралы айтатын боламыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл айдың алғашқы 10 күні жайлы былай деген: Алла алдында Зулхиджа айының алғашқы 10 күнінде жасалған ізгі амалдардан асқан сүйікті амал жоқ. Тағы бір хадисте былай келеді: Алла үшін Зулхиджаның 10 күнінен ұлығырақ күндер және сол күндерде істелген амалдардан сүйіктірек амалдар жоқ. Ендеше осы күндерде Субханаллах, Альхамдулиллах, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар сөздерін айтуды көбейтіңдер. Мұсылман күнтізбесіндегі 12-ші ай Зулхиджа айы. Исламның 5 тірегінің бірі болған қажылықтың мерзімі. Зулхиджа айының 8-13 күндері қажылықтың негізгі рәсімдері орындалады. Қажылықтың бірінші күні Зулхиджа айының 8-ші жұлдызына сәйкес келеді. Қажылықтың екінші күні Арафа күні Зулхиджа айының 9-ші жұлдызына сәйкес келеді. Бұл күні барлық қажылар Арафатта жиналып, күн батқанға дейін Алладан кешірім, мейірім, рақым тілейді. Қажылыққа бармаған мұсылмандар Алла разылығы үшін Арафа күні ораза ұстап, дұға тілектерін көбейте түседі. Қажылықтың 3-ші күні Құрбан айттың 1-ші күні болып саналады. Зулхиджа айының 10-ші жұлдызына сәйкес түседі. Сүннет бойынша қажылар Муздалифада түнеп, намаздарын сол жерде оқиды. Қасиетті Құрбан айт мерекесі осы 10 күндіктің ең соңғы күнінде тойланады. Арафа күнінде Құрбан айтқа қараған түні ауыз бекітіп, нәпіл намаздарымыздың санын артырып, Аллаға шын ықыласпен құрбандық шалу сауабы мол ізгі амал болып саналады. Құрбан араб тілінде жақындау деген мағынаны береді. Ал шариғатта Аллах Тағаланың разылығына жақындау ниетімен Құрбан айт күндері шалынатын малдың аты. Құрбан шалу хижраның 2-ші жылында міндетті болды. Құрбан шалған мұсылманның ақыретте жүзі жарқын болып, мол сауапқа ие болады. Айт мейрамы негізінен мұсылман қауым үшін ұлық мереке, қуаныш. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке қаласынан Мәдина қаласына қоныс аударғанда, Мәдина халқы 2 күнді мереке ретінде тойлайтын болған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: шындығында Аллах Тағала сендерге ол 2 күннің орнына одан да жақсы болған 2 күн берді. Оның бірі ораза айт, екіншісі Құрбан айт мерекесі деген. Аллах Тағала мұсылман жұртына нәсіп еткен бұл мейрамда мұсылмандар жуынып, таза да жаңа киімдерін киіп, хош иісті әтір сеуіп, мешітке айт намаздарына келеді. Айт намазын оқып болғаннан кейін бір-бірін мүбәрәк мерекемен құттықтап, құшақ жайып, өкпе-реніші болса кешіріп, бауырмашылықпен қауышады. Сондай-ақ мейрамның аты айтып тұрғандай, Алланың разылығы үшін жүрегі ізгі жандар құрбандық малдарын сойып, етінен тұрмысы төмен отбасыларға таратады. Мүмкіндігінше садақасын да мұқтаж жандарға береді. Аллах Тағала барша мұсылман қауымының бұл күндері шалған құрбандықтарын қабыл етіп, атқарған әрбір ізгі амалдарына сауаптан жазсын. Құрбан айт құтты болсын.